Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Тараз қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің педагог ұйымдастырушы кураторы Рахметова Ұлбосын Мақсетовна. Бүгінгі таңда оқушылардың сұрауы бойынша күйзеліс және дағдарыс, сабырлы болудың жолдары тақырыбында өткізген шаңырақ сағатымды ұсынбақшымын. Шаңырақ сағатының мақсаты күйзеліс және дағдарыс белгілерін түсіну, оқушыларды сабырлылыққа баулу. Шаңырақ сағатының нәтижесі: оқушылар күйзеліс белгілерінің адам денсаулығына зиян екенін түсінеді, сабырлы болуға үйренеді. Шаңырақ сағатының ұйымдастыру кезеңінде жарма терапиясын қолдандым. Жарма терапиясы оқушы бойындағы қандай да бір эмоционалдық жағдайды реттеуге, сонымен қатар сенімділік, позитивтілік сияқты қасиеттерді дамытуға көмектеседі. Топтастыру кезеңінде түрлі түсті ленталар арқылы оқушыларды 5 топқа бөліп, миға шабуыл әдісімен шаңырақ сағатының тақырыбын аштым. Миға шабуыл сұрақтары: адам бойындағы күнделікті эмоцияларды атап көрейікші. Қандай жағдайда эмоциялар денсаулыққа кері әсерін тигізеді? Күйзеліс, дағдарыс, депрессия ұғымдарын қалай түсінесіздер? Оқушылар, бүгінгі сабақ тақырыбы қандай болады деп ойлайсыздар? Сабақ тақырыбын анықтап алғаннан кейін, күйзеліс ұғымын ғылыми айналымға алғаш енгізген канадалық физиолог Ганс Селенің әмбебаптық формуласын және ғылыми негіздегі қосымша ақпараттармен таныстырып өттім. Оқушыларға күйзеліс, дағдарыс, депрессия ұғымдары бойынша өз ойларын жазбаша немесе сурет негізінде постерге түсіруге топтық тапсырма берілді. Белсенді тыңдау әдісі бойынша күйзеліске әкеп соқтыратын табиғи 5 эмоция және оларды бақылау жайлы талқылау жүргіздік. Мазмұнды бейнетаспа негізінде балалар жұптық тапсырма орындап, бейнетаспадағы оқиға жайлы өз ой-пікірлерін білдірді. Асығыс түбі өкініш, ойланып алмақ сабыр сол деп Абай Құнанбаев айтқандай, егер адамда сабыр болмаса, ол тез ашуланады. Ал ашуланған адам күйзеліске тез түсуге жол береді. Сондықтан ондай жағдайда ақылға салып, ашуға берілмей, сабыр сақтау керек. Оқушылар сабырлылық жайлы мақал мәтелдерімен бөлісті. Дана халқымыз сөз қадірін түсіне білген. Сабағымды ұлы ғұламалардың қанатты сөздерімен сабақтастырдым. Оқушылар даналық ойлардан тәлім алып, өз бойларына сіңіре білді. Қазақ халқы ежелден ақ стресспен күресе білген. Сабырлыққа тәрбиелейтін қазақ халқының ұлттық ойындары мен қол өнер түрлері жетерлік. Оқушыларға суреттер сөйлейді әдісі бойынша сабырлылық қасиеттерге байланысты топтық тапсырма берілді. Сабақтың кері байланыс бөлімінде оқушыларға бейнетаспа ұсындым. Көңілді бейнетаспаны тамашалағаннан кейін балалар сабақтан алған әсерлерімен бөлісті. Олар өз бойларындағы артық эмоцияны стикерге жазып, қоқыс жәшігіне тастады. Сабақ барысында белсенді қатысқан топтарды көңілді сыңайліктермен бағалап отырдым. Құрметті әріптестер, назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.